қазақ елі қабырғасы қайысып, ардақты ұлы еңбек ері Кеңестер одағының Қазақстан Республикасының халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың бірнеше дүркін иегері, абзал азамат, аяулы әке Асанәлі Әшімұлының дүниеден озуына байланысты 2 күннен бері қара жамылуда. Елге сүйікті болудың шарықтау шегіне шыққан Асанәлі ағамызбен қоштасуды 6 күнге қойсақ та талассыз таусылмайтын мына нөпір жаназа үшін тоқталу керек. Сондықтан енді Асанәлі ағамызбен ресми қоштасу қаралы жиын ашық деп жариялаймын. Алғашқы сөзді Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның көңіл хатын оқу үшін және қауымға өзі көңіл айту үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Ерлан Карим мырзаға ұсынуға рұқсат етіңіздер. Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімұлы Әшімовтың қазасы бәріміздің қабырғамызды қайыстырып, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қаралы хабарды естіген бойда Асанәлі ағамыздың отбасына, туыстары мен жақындарына көңіл айту жеделхатын жолдаған болатын. Алдымен мемлекет басшысының көңіл айту хатын оқып беруге рұқсат етіңіздер. Халық артисі, Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімовтың отбасы мен жақындарына, аса көрнекті өнер тарланы, халық артисі, Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімовтің дүние салуына байланысты қайғыларыңызға ортақтасып көңіл айтам. Асанәлі Әшімов бүкіл саналы ғұмырын театр және кино саласына арнап, төл мәдениетіміздің көкжиегін кеңейтуге өлшеусіз үлес қосты. Ол көптеген образдарды шебер сомдап, көрермен қауымның ыстық ықыласына бөленді. Сахна саңлағы әрі кәсіби киногер ретінде соңына өшпес із қалдырды. Жас өнерпаздарға бағыт-бағдар беріп, рухани сабақтастықтың сақталуына зор еңбек сіңірді. Өрелі өнердің туын биік ұстап, өнегелі ғұмыр кешкен Асанәлі Әшімовтың жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде сақталады. Иманы саламат, жаны жәннатта болсын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Мемлекет басшысы Асанәлі ағамызды ерекше қадірлейтін, өнерін жоғары бағалайтын. Тура бір апта бұрын президент Алматыға келесі жолы сапармен барғанда менің атымнан Асанәлі ағаммен жолығып сәлемімді жеткізерсің деген болатын. Сөйтіп, өткен аптада жұма күні жұмыстарымен сол Алматыға келіп, Асанәлі ағамызбен кездесуге уәделескен болатын біз. Асанәлі ағамызбен енді жарты сағат емес, 1 сағаттың өзі аздау болар деп, не де болса жұмыстарымды ерте бастап, бітіріп, асықпай, кең отырып әңгімелесейік деп, Асанәлі ағамыз сол түскі уақытқа шақырып, бірге болайық деп. Қасына серік болсын деп, Жүрсін Ерман ағамыз бар, ақын Қалқаман Сәлім бар, осы кино саласында жүрген бір қатар жастар бар. Соларды шақырып бірге отырдық. Сол әңгімеміз 3 сағатқа созылды. Асанәлі ағамыз әдеттегідей сол естеліктерін айтты. Сол күні бір ашылып сөйлеп, кеткісі келмегендей болып көрді. Асықпады. Сол қоштасып бара жатқанымызда Асанәлі ағаға
Аға, келесі жол енді Алматыға жаңа жылдан кейін ғана келермін. Сонда тағы бір жолығармыз деп едім. Ағамыз Ерлантай, біз кезінде жыл санап едік, кейін ай санадық, қазір күн санайтын жастамыз. Құдай қаласа дейік деді. Кейін осы күндер ойлап отырсам, сол Алла тағала сөйтіп сездірген екен. Әттең сол күні соңғы кездесуіміз екенін білмедім, бірақ президентіміздің сәлемін жеткізіп үлгердім. Мемлекет басшысы қаралы хабарды естіген бойда маған үкімет басшысының орынбасары Аида Ғалымқызы Балаева ақтық сапарды ұйымдастыруды тапсырып, бізді осында арнайы жіберіп отыр. Бүгін сол сіздердің алдыңызға келіп, қаралы жиынға қатысып отырмыз. Асанәлі ағамыз ұлы өнердің аңызы, ұлт руханиятының абызы еді. 20 жасында театр сахнасында жарқырады. 30-ында киноның жарық жұлдызына айналды. 40-қа жетпей КСРО-ның халық әртісі атағына иеленді. Театрда талай басты рөлдерді сомдады. Кинодағы образдары қаншама, режиссерлік қыры бір бөлек. Ұстаздық етті, шәкірт тәрбиеледі, қоғамдық өмірден тыс қалмады, кітап жазды, күнделік жүргізді. Өнердегі жолы жарқын болса, бірақ өмірдегі жолы қиын болды. Бірақ ешқашан өмірге, тағдырға өкпесін айтқан емес. Өз ұстаздарын араласқан ағаларын жиі айтып отыратын Ғабит Мүсірепов, Шәкен Айманов, Сұлтан Қожықов, Кәукен Кенжетаев секілді ағаларымыз туралы үнемі осы сұхбаттасқанда айтып отыратын. Сол кісілердің есімін қайта жаңғыртса екен, жастар көп білсе екен деп отыратын. Асанәлі ағамыздың өзіне тағы бір осында бір миссия арқалап жүретін. Асанәлі ағамыз көпшіл еді, жас кәрі деп бөлмейтін, бәріне де тең қарайтын, бәрімен де тең сөйлесетін. Алдына келген адамды басынан сипап, маңдайынан сүйіп, батасын беріп жататын, жылы сөздерімен жігерлендіріп жататын. Жалпы өзінің бір айналасына жылы бір сондай бір аура қалыптастыратын бір қасиеті болды. Сол қасиетімен адамдарды тартатын. Осы залда да отырғандар біраз жұрт Асанәлі ағамызбен жақсы араластық деп содан айта алатын болар. Біз де Асанәлі ағамызбен жақсы араластық, жиі кездесіп, сұхбаттасатын бір дәстүріміз болды. Әрқашанда сол қамқорлығын, жанашырлығын сезіп жүретін едік. Асанәлі ағамыздың кинодағы образдары көп еді. Біреу үшін Қыз жібектегі Бекежан ұнаса, енді біреуге Атаманның ақыры Транссібір экспрессіндегі Қасымхан Шадияровтың образы ұнайтын. Сол Транссібір экспрессіндегі бір керемет бір сцена болатын. Қасымхан Шадияров қазақ даласында күн батып бара жатқан күнге бет алып бара жатады. Фонда Шәкен Аймановтың орындауындағы халық әні 25 айтылып тұрады. Сол бас кейіпкердің елге деген сағынышын Асанәлі ағамыз дәл жеткізе алды. Себебі өзінің де жан дүниесі сондай еді. Елге, жерге деген сүйіспеншілігі үлкен еді. Отанға адал қызмет етті. Қадірлі қауым, қайсы бір кезде әлдекімдер қазақта ақсақал жоқ деген бір қыңыр, қырсық осындай бір ойларды айтып, ұлттық болмысымызға іріткі салуға тырысқан еді. Мен ондайларды аяймын. Ақсақал көрмеген, қастарында отырып, тағылымды әңгімесін тыңдамаған сондай адамдарды аяймын. Қандай рухани қазынадан қағылып қалды. Біз болсақ, осы бүгін залда жиналып отырған, сап түзеп тұрған адаматтар,
Құдайға шүкір, қазақтың небір мықты ағаларын, ақсақалдарын көрдік. Қолдарына су құйып, қастарында отырып, тағымды әңгімелерін тыңдадық. Қазір біреу сырттан келіп, елге тұтқа болған, ұлтқа ұйытқы болған ағаларымыз бар ма деп сұраса, Құдайға шүкір, мақтанышпен айтатын нар тұлға ағаларымыз бүгін осы залда да жиналып отыр. Асаналы ағамыз сол қатардың алдында болатын. Өзі асқар еді. Өзі де ірі, сөзі де ірі, ісі де ірі болатын. Осындай нар тұлғалардан үлгі алып, бізде ірі болайық. Алып тұлғалардың лайықты жалғасы болайық. Bir болайық, биік болайық. Асаналы ағамыздың жатқан жері жайда топырақ торқа болсын. Ағамыздың өмірдегі, өнердегі жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталады. Сонымен бірге мынау топ қағаздың ішінде Қазақстан Республикасының парламентінің мәжілісі мен сенатының спикерлерінің көңіл айту хаты, Қазақстан Республикасы үкіметінің басшысының көңіл айту хаты, сонымен бірге алыс жақын шетелден Асекеңді білетін, жалпы Қазақстанды танитын, қазақ өнерін құрметтейтін әріптестерден көптеген жедел хаттар келіп отыр. Бірақ оның барлығын қазір оқу уақыттарыңызды алмай-ақ қояйын. Ол Асекеңнің мұражайында, Мұхтар Әуезов театрының мұражайында сақталатын біз үшін ұлы көңіл айту қағаздары. Ары қарай жалғастыратын болсақ, осының бір заңды жалғасындай Асекеңнің бүкіл түркі дүниесіндегі беделі, абыройы, соның барлығын алдына салып, бүгінгі халықаралық Түрксой ұжымының басшысы осы жерде бауырымыз Сұлтан Ахимұлы Раев мырза келіп отыр. Келесі сөзді сол кісіге ұсынамыз. Бүгін біздің рухани, түрк дүниесінің рухани туысы, рухани биік шаңырағы Асаналы Ашылы ағамыздан түбелікке кетіп баратады. Біз шындай учурда сөйлейбіз. Біздің маданиятыбыз, біздің адабиятыбыз, біздің руханиятыбыз чоң жоғотуға ұшырады деп. Ооба, туура. Бүгін біз чоң жоғотуға ұшыратамыз. Жоғотунун маңызы эч качан Асаналы ағадай инсан, Асаналы ағадай болгон нукура адам кайра жаралбайт. Биз ошону айтабыз. Чоң жоғотуга учурат деп. Албетте, бирок Асаналы аганын жолун жолдогон жаштар, таланттар, андан ары Асаналы аганын сапарын улай берет. Бүгүн мен 300 миллион түрк елінің атынан келіп отырам. Бүгін 300 миллион түрктің қабырғасы, қанаты сынып отырған кез. Себебі бүгін біздің жалпы ортоп түркі дүниесінің туысы ұрағандай болып тұрады. Асаналыға бұл тек қана ұлы талант емес, Асаналыға біздің doğrumыздың, тарихымыздың символы. Бүгін біз Асаналы ағаны емес, біз doğruды тарихты ұзатып атамыз. Ұлы қазақтың, ұлы инсанын ұзатып атамыз. Бұл біз үшін өзгөчө жоғоты деп айтар едім. Асаналы ағаның батасын алған адам қатары мен айтқым келеді. Асаналыға бұл біздің өнеріміздің, біздің маданиятымыздың жүзі қатары, дүйнө жүзі қазақ елін Асаналы ағаны менен, жүзі менен таныды. Асаналы ағамыздың жүзі ұлы қазақ елін дүниеге жайылыпты. Ошондуктан бүгүнкү жоготуубуздун орду албетте толгуз. Асаналы ағабыз биздин жалпы түрки өлкөлөрдүн
улуу руханияты. Ошондуктан урматтуу бир боорлорум, бир туугандарым, сиздер ушу жалпы түркү элдердин, түркү маданият, санаат адамдарынын атынан болгон көңүл айтууну кабыл алып коюңуздар. Бул чоң жоготу. Ошондуктан Асаналы аганын кетип атышы, о дүйнөгө узап баарыбыздын жүрөгүбүздү оорутtu. Мен айтарым, Асаналы агабыздын барган жери бейиш болсун, жаткан жери нурлуу болсун, руху менен өзүнүн элин, өзүнүн журтун, өзүнүн мекенин, өзүнүн казагын дайыма колдой жүрсүн. Бар болуңуз. Бейиштин багында улуу Абай атабызга, Мухтар атабызга, казактын улуу тулгалары менен чогуу жүрүңүз. Ушул бакта сизге башыбыз тийип таазим этебиз. Жаткан жериңиз жайлуу болсун. Асаналыга кош. Бәрімізді сәлде болса жеңілдетіп, ол кісінің өз болмысын өзі суреттеп, өзін-өзі ескерткіш ретінде қойып кеткен 10-ға жуық үлкен-үлкен тамаша қызық кітаптары басу болады көңілімізге. Сондықтан Асекең тек қана сахнаның майталманы емес, қаламның да майталманы деп, қазақ қаламгерлерінің атынан Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының төрағасы Мереке Құлқенов ағамызға сөз кезегін ұсынамыз. Қадірлі қалайық, мына қазақтың әдебиетін, өнерін, мәдениетін қадірлейтін барша қазақ осы жерге келіп отыр деп есептеймін. Сіздерге көңіл айту. Қазақта бір сөз бар. Өкпеге қисам да өлімге қимаймын деген. Жоқ, Асанәлі өкпеге де, өлімге де қимайтын адам еді. Асекең ылғи мынандай бір өлең айтатын, ол Қасым Аманжоловтың өлеңі болатын. Әй, тәкаппар дүние, маған да бір қарашы. Танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Ол өнерге осылай келді. Өмір бойы осы өлеңді айтып кетті. Өмір бойы ол қазақ деген елге, қазақ деген елдің жүрегіне керемет бейнелер жазып кетті. Ана Қыз Жібектен Бекежан бері өзі келіп, сахнаға, киноға Асанәлі болып кіріп кеткен сияқты. Екеуін айыру мүмкін емес. Асанәлі деген Бекежан, Бекежан деген Асанәлі болады. Асанәліні айтқанда қазақ деген халық елең ете қалайды. Асанәлі деген кезде қазақ деген халық арқаланып кетеді. Неге? Өйткені ол Асанәлі болатын. Ол қазақ өнерінің ең шырқау шегіне шыңына жеткен 4-5 адам болса соның біреуі болатын. Мен айтар едім, ол өнер мен киноның Мұхтар Әуезов. Солай болатын. Кез келген кезде Асекеңді көре қалсаң, бір маң-маң басып жатқан қазақты көресің. Біздің ауылдарда қаранарлар болатын, ештеңе қарамайтын. Аяғының астында күшіктер шәуілдеп жатса, мына жағынан иттер үріп жатса, маңқ етпей маң-маң басып келе жататын. Асанәлі де осылай келді, осылай өмірден өтті. Мен оның ымырттағы махаббатты ойнаған кезінде оны көріп тұрып, жүрегі жылатпаған қазақты көрсем, көзім шықсын дедім. Өйткені ондай спектакльде, ондай драматургияда тек қана Асанәлі сияқты адамдар ойнау керек еді. 100-ші қойылымын қойғанда қазақтар қалай қуанды. Сонда Асанәлі өзін ойнап тұрғандай болды. Өзінің тағдырын айтып тұрғандай болды. Айналасындағы өзін түсінбейтін адамдарға деген көңілін айтып тұрғандай болды. Асекең еді ғой ол. Анау жылдары иіні түсіп, ұнжырғасы кетіп жүрген кезде оған Құдай Бағдат деген қызды жолықтырды. Қазір қара жамылып тұрып, сол Бағдатқа ризашылығымызды айтамыз. Осындай қыздар өзінің жастығын
сұлулығын, сезімін, ақылын бір адамға сыйлады. Асанәлі деген кісінің басынан бір талша түсірмей, осы күнге дейін алақанына салып. Бақты. Рахмет саған, Бағдат. Сен енді Асанәлі көрген қызықты мына кішкентай Асанәліден көр. Біз соны тілейміз. Өйткені сендей адам, анау Сәбит Мұқановтың Мәриямы сияқты, Әбіш Кекілбаевтың Кларасы сияқты біздің ең асыл адамымыз болып есептелесіз. Асекең соңғы кезде кітаптар жаза бастады. Соның ішінде мына бір керемет жанр бар. Күнделік деген. Күнделік жанрында адам өтірік айту мүмкін емес. Өтірік айтсам, өзің айтқан өтірігің болып кетеді. Ал сол күнделікті ол қандай керемет жазды. Соның ішінде қаншама күнделіктер, бірнеше том. Сол томның ішінде қазақтың қаншама адамның жүрегі, қаншама адамның мінезі, қаншама адамның тағдыры тұр. Ол былай дейді мынандай сол күнделігінде. Өнерді аялайды, өзімшіл аямайды. Өнердің жаны құштарлық, жауы іштарлық дейді. Міне, сол баяғыда өзі жап-жас кезінде бір айтқан сөзі бар еді. Асқар Тоқпановтың тоқпағынан шықпаған актердан ештеңе шықпайды деген. Сол сияқты ол тоқпақты да көрді, марапатты да көрді, алақанды да көрді, жұмырықты да көрді. Бірақ ол Асанәлі Әшімов болып қалды. Жатқан жерің жарық болсын, қазақтың кәтепті қаранары. Осындай болды деген екі күнде әлеуметтік желіде отырсыздар, көріп отырсыздар. Соның ішінде Асекеңнің тірі бейнесі қайта-қайта шығады. Ең көп қаралым алған бір кадры, мен мына Сарысуда тусам да алматылықпын, өмір бойы Алматыда тұрдым. Бір парадокс, басқа қалаға барсам давлением көтеріліп кетеді, Алматыға келсем давлением орнына түседі дейтін. Сондықтан бүкіл алматылықтар атынан Алматы қаласының әкімі Сатыбалды мырзаға сөз беруге дәке рұқсат етіңіз. Қазақстан еңбек ері, халық артисі Асанәлі Әшімов 6 алаш үшін абыз ақсақал әрі аңыз адам болатын. Ағамыздың арамызда жүргені осы біз үшін, әрқайсымыз үшін, халық үшін зор мәртебе және де үлкен қуаныш сыйлайтын. Қазақтың театр мен кино өнерінде ғана емес, бағана Ерлан Тынбайұлы басқа ағаларымыз айтып өткендей, ұлт руханиятында да ерекше орны бар. Ағамыздың бұл дүниеден өткенде баршамыздың қабырғамызды қайыстырды. Ағамыз өзін бар саналы ғұмырында театр мен кино өнерін дамытуға ат салысып, өз өмірін соған арнады. Көптеген шәкірттер тәрбиеледі. Бір тұтас буын қалыптастырды деп айтуға болады. Енді кезекте әрине осы шәкірттері ағамыздың жолын жалғастырып кеңейтеді дегенге біз сенімдіміз. Көз тірісінде де біз бірнеше рет осы қаланың көптеген іс-шараларында бірге болып, сұхбаттасып, әрбір қатысқан іс-шараның мәнін өзгертетін. Бір кездері жеке отырып та ақылдасқан болатымыз. Келесі жылы 90 жылдық мерейтойын осы Алматы қаласын біз бүкіл Қазақстанның мәдени мерекесіне айналдырамыз деп сондай жоспар болатын. Өкінішке орай, Алланың жоспары басқа екен, амал қанша. Дегенмен де әрбір Алла өзін пендесіне жазылғанын береткен. Біреуіміз ерте, біреуіміз кештеу кетеміз. Бірақ дегенмен әрқайсының өзін жазылғаны болады. Ендеше Алланың жазасына көнеміз. Ағамызға ашық жатқан жер жайлы, жаны жанатта болсын. Рахмет Дархан мырза, Асанәлі ағаңыздың аруағы қолдап жүрсін ауыр ісіңізде. Енді қадірлі қауым, Асанәлі ағамыз бүкіл өнерге қатысы бар,
қолымыздың сардары еді. Асанәлі ағамыз басшымыз еді. Асанәлі ағамыз бәріміздің барометріміз еді. Сол осы ортада дәл қазір бүкіл отырған өнердегі азаматтардың, сахнагерлердің, кинодағы азаматтардың атынан, актердің атынан Қазақстанның халық әртісі Болат Әбдіманов мырзаға сөз ұсынамыз. Асекеңнің аруағына бас иіп, рухына тағзым етіп отырған Алаштың игі жақсылары. Сіздердің жүректеріңіздегі нала, көздеріңіздегі мұң өнерге, өнердің бас сардары болған Асекеңе деген құрмет, махаббат болса керек. Иә, шын мәнінде тұтас бір дәуір көшкендей болып тұр. Бірақ біз сіздерге Асекеңнің өнердегі дара жолына, шаң баспайтынына, көтерген туының жығылмайтындығына, осындай дана халқы барда, артынан ерген талантты ізбасарлары барда, Асекеңнің аманаты орындалатынына нық сенімдіміз. Шын мәнінде Асекең бақытты ғұмыр кешті. Халқын қаншалықты сүйді, соншалықты халқына адал қызмет етті. Халқы да Асекеңді аялады, алақанына салды, төбесіне көтерді. Үкімет те хас талантын жоғары дәрежеде бағалай білді. Асекеңнің енді екінші ғұмыры басталады. Сүйекті көп күттірмейік, жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын, алтын жүректі асыл аға. Алаштың ардақтысы аңыз аға, абыз аға, бақыл бол. Асанәлі ағамыздың аузынан шыққан әрбір лебізі баршамызға қанат бітіруші еді. Сондайда қалжыңдап, әртүрлі ой айтатын, пікір айтатын дегенде біз куә Асанәлі ол ұлы мұсылман болып өтті өмірден. Сондықтан басқа нәрсені кешіктірсек те, жаназаны кешіктірмеу парызымыз. Осы мәселені ойға ала отырып, қаралы жиынды жабық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Баршаңызбен жаназа намазда жолығайық. Рахмет.